Оқушылар азингеден есептерін бастайық. Бұл бізде комбинаторика бөліміндегі алғашқы есептер, азингеден есептері. Так, бірінші есепте бізге былай деген. Так, дүкенде шоколадтың 6 түрі және карамельдің 10 түрі бар. Кәмпиттердің бір түрінен, шоколадтың бір түрі және карамельдің бір түрінен неше тәсілмен кәмпит сатып алуға болады деген. Бұл жерде жаңа қосу тәсілін и көбейту тәсілін пайдаланасыздар комбинаториканы. Так, бірінші қосу тәсілін пайдаланған кезде 6-ға 10-ды қосасыздар да, яғни 16 болады бізде. 16 бір түрінен жасауға болады. Ал екіншісінде көбейту тәсілімен пайдаланасыздар да, 6 көбейтілген 10 болады. Сонда 60 кәмпит сатып алуға болады. Келесі бұл номері 2-де 1. Номері 2-де 2. Так, асхана мәзірінде 3 бірінші, 4 екінші және 5 үшінші тағымдар тізім бар. Осылардың барлығы неше түскі ас алуға болады дейді. Бұл жерде балалар көбейту ережесін пайдаланасыздар да. Бұл жерде не істейміз? Барлығын көбейтеміз. Так, 12, 12, так, 5-ті көбейтсеңіздер 60 болады. Сонда 60 барлығы 60 түскі ас алуға болады екен. Енді келесі 2-де 3-ші тапсырма. Бұл жерде былай деген, кітап сөресіне комбинаториканың 2 кітап, ықтималдылықтар теориясынан 5 кітап, алгебрадан 4 кітап, тарихтан 3 кітап және әдебиеттен 6 кітап қойылған. Неше тәсілмен математикадан 1 кітап, математикадан 1 кітап және әдебиеттен 1 кітап таңдап алуға болады деген. Енді бұл жерде қалай шығарасыздар? Бұл жерде жаңағы бір қосу тәсіл пайдаланады. Біріншісінде бізде математикадан 1 кітап деген. Яғни сіздер 2 кітап және ықтималдылықтардан 5 кітап, одан кейін алгебрадан 4 кітап қосасыздар. Бұл жерде бізде 11 келіп шығады, дұрыс па? 7, 4, 11. Екіншісінде сіздер дәл осыған 5-ті, одан кейін 4-ті, одан кейін 6-ны қосасыздар да, сол жерде бізде 17 кітап таңдап алуға болады екен, балалар. Бұл жерде барлығының есептері қосу ережесімен жаңағы көбейту ережесі пайдаланылып тұр. Келесі 2-де 4-ші. Бұл жерде балалар бізге біткен, так, әр 3-ке де, әр 4-ке бөлінетін неше 2 таңбалы натурал сан жазуға болады деген. Бұл жерде балалар қарасаңыздар, бізде жалпы 99-ға дейін барады 2 таңбалы сандар. Так, одан, так, 10-ды азайтсақ, және оған плюс 1-ді қоссақ, сонда бізде 90 сан бар деген сөз. 2 таңбалы 90 сан бар бізде. Енді бұл жерде сол 90 санның ішінде жаңа 2-ке де 3-ке бөлінетін сандарды мысалы теріп жазылсақ. Так, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, одан кейін 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90 және 93 бар. 3-ке бөлінеді. Одан кейін 96 бар. Одан кейін 99 бар. Енді балалар бұл жерде бұл сандардың ішінде қарасаңыздар 9-ға да, 4-ке де және 3-ке де бөлінетін сандар 12, 24, одан кейін 36, одан кейін 48, 4-ке де және неге бөлінеді, одан кейін 60, 72, так, 84 мына жерде, мына жерде 96 бөлінеді, 3-ке де 4-ке де бөлінеді. Яғни бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сан бар екен. 8 сан бар.